24 кезет арнасында толық мәлімет бағдарламасының бүгінгі шығарылымы армысыздар. Чикагодан Жапонияға дейін жүздеген адам ерекше құбылыстың куәгері атанды. Аспанда ұшып бара жатқан отты шарды көрген. Америкалық метеориттік қоғамдастық ондаған штаттан шамамен 400-дей куәландыру алды. Дәл осы уақытта белгісіз ұшу нысанын күншығыс елінің тұрғындары да байқаған. Өте қызықты кездейсоқтық бойынша бұл оқиға белгілі америкалық ғалым Бойд Бушманның мақаласы жарық көргеннен ертеңіне орын алған. Ал ол ғалым дүниеден озарының алдында өзге ғаламшарлықтардың барын айтып кеткен. Белгісіз ұшу нысандары мен өзге ғаламшарлықтар арасында бар ма? Марста тіршілік болуы мүмкін бе? Осы сұрақтарға жауапты толық мәліметтің бүгінгі шығарылымында іздеп көреміз. Америкалық қарт ғалымның мойындауы осы жылы тамыз айында құпия жағдайларда көз жұмғаннан кейін жарияланған болатын. Бушман алыстағы әлемнен келген қонақтарды өз көзімен көргенін айтып, олардың түр әлпетін сипаттап берген. Профессор өмірінің соңғы күндерінде жарты сағаттық бейне жазба жасаған. Ол ғаламторға салынып қойылған, алайда оған енді ғана назар аударып жатыр. Онда да баспасөз беттерінде мақаласы жарияланып, ақш аспанында әдеттен тыс жарық құрылғысы пайда болғаннан кейін. Бейне жазбада ғалым өзге ғаламшарлықтардың барын айтып, өзінің есеп беруін қызықты егжей-тегжейлі оқиғалармен толықтырған. Мысалы, ғарыштан келген қонақтардың түрі қандай болатынын суреттейді. Бушманның айтуынша, ол өзге ғаламшарлықтармен жеке кездескен. Олар жердегі әскерилермен серіктес болып табылады және оларға өздерімен бірге бейнекамера беріп жіберген екен. Алайда олар оны қайтарған кезде таспада тек қана жап-жарық кадрлар болған. Америкалықтың айтуынша, өзге ғаламшарлықтар 200 жылдан астам уақыт өмір сүреді. Омыртқаның орнына оларда 3 шеміршек бар. Сонымен қатар адамға қарағанда оның қабырғасы едәуір аз. Есесіне олар адамның ойын оқи алады және жердегілермен телепатия арқылы сөйлеседі. Олардың бойы 1,5 метрден аспайды. Қолдары мен аяқтарының саусақтары адамдардікіне ұқсас болып келеді, бірақ өте ұзын. Ал мұрны мен көзі біздікіне қарағанда өзгеше. Ғылыми қызметкерлердің мәлімдеуінше, жаман және жақсы өзге ғаламшарлықтар болады. Біреулері растлерс, яғни ағылшын тілінен аударғанда барымташы дегенді білдіріп, ауыл шаруашылық жерлердегі малдарды ұрласа, екіншілері вранглерс, яғни адамдарға барынша жылы шырай танытатын ковбойлар. Әрине, мұндай мәлімдемеге есінен ауысқан ақсақалдың сандырақтары және өмірінің соңында өзін барлығына осылайша естірткісі келген деп көңіл аудармай қоя салуға да болады. Және көптеген адамдар Бушманның бұл айтқандарын расында осылай қабылдағаны құпия емес. Тек бір ғана мәселе болмаса, Бойд Бушман ғылыми ортада өте үлкен құрметке ие адам. Өзінің жұмыс өтілін толығымен ақш-тың әскери өндірістік кешенінде, оның ішінде Lockheed Martin корпорациясында өткізген. Бұл жабық типті компания. Оның қызметінің негізгі бағыты ұшақтар, ғарыштық техника мен кемелер, өндірісті автоматизациялау болып табылады. Ал корпорацияның басты тапсырыс берушісі Пентагон. Бушманның өзінде бірнеше патент бар. Олардың ішінде магнитті жетекпен іздестіру жарығымен, электр қуатының термикалық белсенді көзімен және сәулеленуді іздеу жүйесімен байланыстырылады бар. Жердегі ғалымның сөздеріне ұқыптылықпен қарауға итермелейтін тағы бір жағдай бар. 78 жасар Бушман мен оның дүниеден озар алдындағы болған сұхбаты неліктен ғаламтордан өшіріліп тасталған? Ресми себеп авторлық құқықтарды бұзған. Алайда басқада нұсқаларды тағы бар. Өзінің жолдауында профессор өзге ғаламшарлықтармен аты аңызға айналған база 51-де кездескенін мәлімдеген болатын. Ал бұл базаның айналасында көптеген сыбыстар мен жұмбақтар жасырынып тұрған көпшілік біледі. База 51 немесе кейде зона 51 деп атайтын жер туралы біршама ақпарат айта өтейік. Ресми деректер бойынша, онда эксперименталды ұшу аппараттары мен қару-жарақ жүйелері жасалады. Оның айналасындағы әуе және жер жолдары жабық. Оның барын америкалық үкімет әрең-дегенде 2000 жылы мойындаған болатын. Ал базаның барынша құпия түрде сақталып келгені, оның айналасында көптеген астыртын, әсіресе белгісіз ұшу нысандарымен байланысты әрекеттер жасалынып жатыр деген сыбыстардың туындауына алып келді. Осылайша Бушманның мәлімдеуінше 1947 жылғы америкалық Могул құпия бағдарламасының метеозондын апатқа ұшыратқан да осы өзге ғаламшарлықтар екен. Және ол сол кезде апатқа ұшыраған белгісіз ұшу нысанының қалдықтары зона 51-де сақталып жатқанын растайтын құжаттарды мұрағаттап қойғанын айтты. Ғалымның айтуынша, астронавтардың ай үстіндегі суреттері дәл сол жерде түсірілген. Бушманға сену-сенбеуді әркім өзі біледі. Не болғанда да оның мақаласы жарық көргеннен кейін өткен жылдың жазында құпиясы аздап ашылған зона 51 туралы ақпарат қайтадан аса құпиялы деген санатқа жатқызылды. Әзірге осы естеріңізге сала кетейік. Бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымызда тауып, сонда талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.